Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бүгін сіздерге алғашқы әскери дайындық пәнінен 10-11 сыныптарға арналған қысқа мерзімді сабақ жоспарларын қалай жүктеп алуға болатындығын көрсететін боламыз. Ол үшін ең алдымен Google немесе Яндекс іздеу желілеріне ұстаз слегі деп теріңіз. Ең бірінші болып шығып тұрған ұстаз слегі республикалық ұстаздар сайтына өтесіз де КМЖ бөлімін таңдайсыз. Сол жақ шеттегі сайтқа кіру батырмасы арқылы сайтқа кіріп, тіркелу батырмасы арқылы сайтымызға тіркеле аласыз. Пән таңдау батырмасы арқылы бізге қажетті алғашқы әскери дайындық пәнін таңдайсыз. Алғашқы әскери дайындық пәнінен 10-11 сыныптарға арналған қысқа мерзімді сабақ жоспарлары батырмасына басасыз да өзіңізге қажетті сынып бойынша КМЖ-ны және презентацияны жүктейсіз, таңдайсыз. Құрметті достар, жүктеу батырмасы басылғаннан кейін сіздің балансыңыз автоматты түрде алынады. Егер балансыңыз жеткіліксіз болса, Kaspi.kz қосымшасының іздеу жүйесіне ұстаз слегі деп тересіз де өзіңіздің ID номеріңізді көрсету арқылы қажетті балансты толықтырасыз. Төлем жасалынған КМЖ-лар бірден жүктеп алу батырмасына ауысады. Ал жүктелінген КМЖ сіздің загрузки бөліміңізде сақталады. Құрметті ұстаз, сіздердің алдарыңызда алғашқы әскери дайындық пәнінен 130 бұйрықтың 7 қосымшасы бойынша жасалынған КМЖ үлгісі. Бұл КМЖ-лар кез келген баспаға сәйкес келеді, себебі сабақ тақырыбы мен оқу мақсаты оқу бағдарламасынан алынған, ал оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы бойынша ортақ болып табылады. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймыз. Біздің мақсатымыз әр ұстаз өз уақытын үнемдеп, бар күшін оқушыларға білім беруге жұмсауына мүмкіндік жасау. Дайын КМЖ-ларды алып қағазбастылықтан құтылыңыз. Әріптестеріңізге де айтуды ұмытпаңыз. Іске сәт!